Мен мынандай төсекте өмір ұйықтап көрмеппін, деді көзді оттай жайнаған мосқалдау әйел. Қазақы төсек пе? Төсек ағаш, деп жауап берді шалқасынан жатқан жүдеу еркек. Өзі жайлы екен, қалай сонда? Түйе жүні 4 қабат, бие жалы 5 қабат болса солай болады да. Бұл не? Бұл төсек киіздер. Әйел астындағы төсеніштерді қолымен сипалап көрді де, сонда текемет сияқты ма? Жоқ, төсекке арналған. Тығыз, қалың. Қазақ мұны қасиет тұтады. Бисмилля, деді әйел төсектің екінші шетіне отырып. Өзінің бас аяғын түгел өрнектеп тастапты ғой, төсектің деймін. Керемет. Мен өрнектеп тастадым. Ой, мен деппін ғой. Атам қазақтың өзі осылай өрнектеген. Қошқар мүйіз әдіппен. Мен жай ғана сол бабаларым мен аналарымның өрнегін қайталадым. Басы мен аяғы бірдей қайқайып тұрады екен. Соны түсінбеймін. Қызық тіпті. Сен бірінші мүшелдің қай жаста екенін білемісің? Білемін, 13-те. Дұрыс, сол 13 жастан бастап балаға арналған төсек ағашқа қос-қостан төсек киіздер салына бастайды. Бозбала аяқтанған кезде, аяқтанғаны несі? Келін түсірген кезде деген сөз. Сен журналистпін дедің ғой, білуің керек қой. Дұрыс айтасың, деп әйел ұялған қыздай болып төмен қарады. Сен сияқты көп білмеймін ғой. Еркек басын көтеріп шынтақтап отырды. Журналист болсаң біл, бәрін біз. Ол өзің үшін ғана емес, елің үшін, бүкіл болашақ үшін қажет деппін ғой. Ол сенің парызың, деп әйелге сұқ саусағын кезеп алды да терең күрсініп жастығына сылқ ете түсті. Мынау керемет үйді жалғыз өзім салып алдым деп бөстің ғой, деді әйел еркекке қарай тізелей ұмтылып. Соның рас па? Жобасын да өзім жасағам. Жоқ, саған біреулер көмектесті ғой. Әрине, неге жалғыз өзім дейсің? Қаражат жағын айтқаным ғой, біліп қой. Бұл үй кірпіштен емес, шпалдан. Шпал? Иә, кәдімгі шойын жолдың төсеніш ағаштарынан. Білемін, деді әйел. Кірпіштен қаланғанын оңай шығар. Оңай дейсің-ау. Ең бірінші мәңгілік екенін айтпайсың ба? Бұзылмайды, мүжілмейді. Жер сілкінсе де мызғымайды. Әйел жап-жалпақ кең төсектің үстіне екпектеп келіп, еркектің бетіне үңілді. Неге үңілгенін өзі де білмейді. 30 жыл бойы көрмеген, қанша армандаса да қолы жетпеген ғашығының бет жүзі мен дене сұлбасына бағана күн жарықта қайта-қайта анықтап қарап алды емес пе? Баяғыда тіп-тік, жап-жазық кең маңдайына түскен терең-терең әжімдер мен ағы сарғайып, кірпігі сирей бастаған аялы көздерінің астындағы салбыраңқы жалбыршақтарына тіпті шодырайып тұрған бас сүйегі мен пышақ жанығандай жақ сүйегіне дейін сәт сайын телміріп қарамап па еді. Сонда көңілі құлазыған. Не деп таңданды еркек? Сенің көзіңнен маған деген бір жылылық байқалады ма? Жақыннан барлап жатқаным ғой. Сен де айтасың-ау. Еркек әйелдің бетінен сипады. Сонсоң басын еңкейтіп маңдайын өпті. Сені сүйем деп қыр соңымнан қалмаушы ең. Ауылда қалыңдығым бар десем қоймайтынсың. Енді 50-ден асқанымызда. Иә, махаббат қой. Көркем сурет училищесінде 3 жыл бірге оқыдық. Ауылдағы ғашығың о дүниелік болып кеткен соң оқуыңды да бізді де тастап жоқ болдың. Қайда кетіп қалдың? Ауылыңа да тұрақтамапсың. Мен шаршадым, Ғайни, ұйықтайықшы. Жарықты өшірші, деді еркек іргеге қарай аунап түсіп. Ғайни жарықты өшірді. Ол да көрпесін айқара жамылып, діріл аралас деммен бір күрсінді де тым-тырыс күйінде жатып қалды. Түн ортасы ауып кеткен соң дем алғаным жөн болар деп ойлаған еркекке ұйқы тұрмақ. Оның аз ғана белгілері де білінген жоқ. Мына Ғайнидың аспаннан түскендей жетіп келгеніне алғашында қатты қуанғандай болып еді. Күнді батырып, түнді түсіріп төсекке жатқандарына кейінгі біраз уақыттан соң-ақ көңіл күй күрт төмендеп кеткен. Жастық шақтағы студенттерге ғана тән қызығы сәттерді еске алғандарының өзі қанша уақыттарын алды десеңші. Онда да тынбай көп сөйлеген Ғайнидың өзі бұл тек тыңдаушы, анда-санда қостаушы ретінде басын қайта-қайта изеп, жағын таянып, жымиып күлумен ғана отырды. Ғайнидың мұны айбар деп шын атымен атағаны да құлағына тым тосын, жат естілгеніне өзі де таң-тамаша қалды. Көп жылдардың бері мұны бұл маңайда ешкім өз есімімен атамайды ғой. Бәрі ұста дейді. Тіпті көпшілігі мұның айбар екендігін де ұмытып та қалған. Кейінгі жастар білмейді де ғой.
бұл азан шақырып қойылған өз есімінің жоғалып бара жатқанын бірде-бір рет қиналып, намыстанып көрмепті. Өзі тумысынан өте намысшыл, қайсар, өткір бала болатын. Оқуын да жақсы оқыды. Кішкентай күнінен қағаз бетін шимайлап, сурет салуға, ермек саздарды умаждап, адам мен жан-жануарлар бейнелерін жасауға құштар болатын. Сөйтіп жүріп мектепте жүрген кезінде-ақ мүсіншілікке ыңғайы бар екендігін анықтап қалған. Мұның мектеп бітіргені Кем Гоголь атындағы көркем сурет училищесінің талапкерлері 3 жылда бір-ақ рет қабылдайтын мүсіншілер бөліміне дер кезінде дөп келгеніне орай армандаған оқуында да оп-оңай түсіп кетті. Бір қызығы, мүсіншілер даярлайтын бөлім талапкерлерді тым аз қабылдайды екен. Бұлар 6 студент, араларындағы жалғызы осы Ғайни. Бұл да кейіннен мүсіншілік өнердің соңына түспей, өзінің жазуға ыңғайы болған соң университеттің журфагына сырттай оқып, журналист болып кетіпті. Күйеуге де тимеген, жігітпен де жүрмеген, себебін сұрап еді. Бүкіл ойым мен арманым сен болдың ғой. Бір күн болмаса да бір күні кездесіп қалармын, көңілін табармын деп үміттеніп жүріп көп жылымды өткізіп алдым. Сөйтіп жүріп кәрі қыз атандым. Ешбір адамға ғашық болмақ түгіл сәл ынтығу дегенді ұмыттым. Жалғыздыққа жаным да тәнім де үйреніп кеткен соң ешбір еркектің қажеті болмай қалды. Тіпті маңыма да жолатқым келмейді. Бірақ сөйтіп жүргенімде осыдан бір айдай бұрын сенің қиян шеттегі бір ауылда жалғыз өмір сүріп жатқаныңды естіп, тәуекелге бел буып жеткен бетім осы деп, ішінде іріп жатқан сыры мен мұңын лақ еткізіп бірақ төкті-ау бағана. Ғайнидың бұл сөзіне Айбар сенерін де сенбесін де білмей, екі қолын басына жастанып, төбеге тесіле қарап жатып алған. Біздің арамызда ешқандай сүйіспеншілік болған жоқ қой. Бұл не деген үзілмейтін үміт деп ойлады. Бағанадан бергі бір байғаны Ғайни әлі қартая қоймапты. Сол баяғы аққұба жүзіне сәл-пәл рең тая бастағаны болмаса, әлі де жап-жас үлбір қалпында сақталған сияқты. Сүп-сүйкімді пісте мұрнының желбезегі сәт сайын желбірей қалатында баяғыдай, әппақ тістерін зорға жасыруға жарайтын жұп-жұқа еріндерінің қызғыл қоңыр түсінен айнымайтын табиғи қасиеті де әлі жоғалмаған. Тек қана езуінің екі шетінен жіп-жіңішке нәзік әжімдер үрке шығыпты. Мұндай әжімдер дөп-дөңгелек тана көздерінің айналасында да атойлап тұрғандай. Қысқа қидырған қайратты қара шашында бір қылау жоқ. Жас кезінде түк боянбаушы еді. Әлі де бет-аузына боя жұқтырмайды екен деп ойлаған Айбардың жүрек соғысына әлдебір өзгерістер пайда бола бастағандай. Дене бітімінде де бір міні жоқ. Әдемі әйелдің осы уақытқа дейін еркек көрмей жүруі мүмкін бе деген әлдебір күмәнді сезімнің ояна бастағанын біліп, адамның таза табиғатын ара оймен бұлғаудың өзі үлкен күнә ғой деген тосқауыл түйін жасады да, егер мен осы әйелмен үйлене қалсам, марқұм махаббатыма берген сертімнен тайғандай боламын. Ал адам үшін әруақтың рухын алдаудан өткен күнә бар ма деп өзіне өзі тыйым жасап тастағандай болды. Алайда осы әйелдің сонау алыстан арнайы іздеп келгенін және жай ғана емес бұған жар боламын ғой деп үлкен үмітпен келгенін анық біліп алған соң көңілі де күлкілдей беретін сияқты. Бірімен бірі арбалысқан кереғар ойлардың азабынан әбден шаршаған Айбар таң құлан ектен ата бастағанда ғана мынандай байламға келді. Бұл әйелмен ешқашан бас қоспаймын. Мен оған осыдан 30 жыл бұрын дүниеге аттанып кеткен бақытты гүлімнің қайтып оралғанын көрсетем, көрсін, үмітін үзсін. Ғайни оянғанда күн көтеріліп кеткен екен. Қалың ұйқы арасында жатқан Айбардың сұрғылт жүзіне, түңіліңкі қабағына біраз уақыт қарап жатты да орнынан тұрып дыбыссыз киіне бастады. Айбарды оятып алмайын дегені. Кеше айтып отырды ғой, осы ауылдың ғана емес, бүкіл аудан көлеміндегі ең танымал ұста болғандықтан үй салатындардан бастап арба шана жасататындар, тіпті сыйлы қонаққа ас тартатын, ағаш табақ пен астау ойдыратындар, қазақ оюымен өрнектелген кебеже сандық төсектерді тәуір көретіндер де күн сайын осыған тапсырыс беру үшін келіп жатады екен. Ешбір адамның көңілін қалдырмайын деп қолмен келгенше жайнатып жасап беру үшін түнгі ұйқыдан басқа уақытының бәрі ағашшылықтан өтетін көрінеді. Сол тынбай еңбектенудің арқасында Айбар осы ауылдағы ең дәулетті адамдардың қатарында болса керек. Үйі кірсе шыққысыз, су мен жылу жүйесі,
Ваннасы мен әжетханасы да ішінде, мініп жүрген көлігі де қымбат. Айбар оянғанша таза ауа жұтып жүре тұрайын деп есік алдына шығып еді. Басы бураның басындай жуан мойынды, сарала төбет табалдырыққа табынғандай боп қарсы қарап жатыр екен. Иегін алдыңғы екі аяғының үстіне тастай салып, манаурағандай болып жатқан төбет, тұрған екенсің ғой дегендей, қызғылт көздерін ашып жұмып, үнсіз сәлемдескендей болды. Бұл иттің аты Арыстан, өзі әбден қартайыпты, 17 жаста дейді. Кеше тапшанда шай ішіп отырғанда Айбар өзінің осы итін жер-көкке сыйғызбай мақтады дейсің. Оның айтуынша, күш жағынан да, естілік жағынан да бұған жететін ит жоқ көрінеді. Ешқашан байлау көрмей еркін жүріп үйренген ит біреуді қаппақ түгіл орынсыз үрмейді деген. Атақтанға бүкіл елге тарап кеткен бұл иттің беделділігі сонша Айбардың жақын достары қол беріп амандасады. Арыстан да алдыңғы оң аяғын соза қояды. Сезімталдығы соншалық қай адамның қандай пиғылмен келгеніне дейін біліп тұрады дейді. Кеше мәдениет үйінің меңгерушісі өзін ертіп келгенде бос жатқан дәу итті көріп бұл шошып қалып еді. Мұрат деген әлгі жігіт, қорықпаңыз, бұл Арыстан жақсыны да жаманды да таниды деді де төбетке жақындап барып сәлем деп оң қолын созып еді. Ол да орнынан көренеу көтеріліп оң аяғын ұсынды. Осы көрініске таң қалып тұрса, әлдеқандай мысықтың мяу деген дауыс естілгендей болды. Сөйтсе қап-қара жып-жылтыр биік машинаның үстінде ақ бауыр қара мысық шуақтап жатыр екен. Оның да екі көзі бұларда. Дыбыс бергені амандасқаны болу керек. Қонақ келгенде мелшиіп жата бергенім дұрыс болмас дегендей. Ол да машинадан қарғып түсіп, Арыстанның қасына келіп, шошайып отырып қалды. Бұл кісінің аты Қарлығаш деп таныстырды Мұрат. Осы көргендерінің бәрі әйелдің жүрегіне бұрын сезініп көрмеген ерекше бір жылы нұрын төгіп, сапарының сәтті болатынын білдіргендей болды. Жақсылыққа ырымдады. Есіктің ашылғанын сезініп артына қараса Айбар екен. Қалайсың Ғайни? Арыстанмен әңгімелесіп тұрсың ба? Иә, не дейді? Айбар неге тұрмайды? Шаршатып тастағансың ба дейді. Сен не дедің? Ең маубас екен дедім. Дұрыс айтыпсың деп Айбар қарқылдап күлді де, жүр, үйге кіріп жуынып шайынайық, кофе ішейік. Мен сенің оразаңды европалықтарша аштырайын деді. Осы Айбар жас кезінде де осындай ма еді? Ауыл адамнан түгі де ұқсамайды. Әр қадаммен есеппен басып, әр сөзін ойланып барып айтатын кісі сияқты деп ойлады Ғайни. Бірақ оның бұл мінезін дереу ақтап алғысы келгендей. Жылдар бойы жалғыздық та оңай деймісің? Жалғыз адамды тек өзіне ғана сенетін, өзіне ғана сүйенетін етіп қалыптастырады ғой деп толғанды. Айбар жуынып шайынып кофесін дайындағанша мына жарқырап жатқан аулада қан тарқарып жүре тұрайын деп ойлады да екі қолын айқастырып ерсілі-қарсылы ілбей басып жүріп кетті. Кенет шатыр жақтан көгершіндердің гуілдегенін естіп сол жаққа қараса, шатырдың орта шенінде кішкентай есіктің алдында жап-жалпақ тақтаның үстінде бір топ ақ көгершін гуілдеп отыр екен. Өздері өте әдемі. Ғайнидың осы уақытқа дейін көріп жүрген көгершіндеріне мүлдем өзгеше, сұлу, сымбатты. Көгершіндер отырған тақтаға дейін тік жүріп көтеріліп баспалдақ орнатылыпты. Құстарға жем беру үшін осымен көтеріледі-ау. Айбар кеше бұл көгершіндер туралы айтып үлгермей қалған болуы керек. Әйтпесе мыналармен мақтанбаса болмайды ғой. Сол кездегі оның бар ойы итінде болды ғой. Арыстанның нағыз таза қанды қазақ төбеті екендігін айтып отырып ақырында әлемдегі ең керемет, ең мықты, ең сезімтал, ең төзімді ит қазақ төбеті екендігін жарты сағат бойы жүреді таусабас. Иттің осы тұқымының азайып бара жатқанын айтып терең-терең күрсініп те қойды. Ғайнидың көзі ауданның қарсы бетіне салынған ұзын құрылысқа түсті. Қақпасы сәл ашықтау тұр екен. Әуесқойлық билеп ішіне бас сұғып еді. Оң жағында жиналып отырған алуан түрлі ағаш кесінділерін, ұзын-ұзын жалпақ қарағай қиындыларын, келдектер мен томарларды көрді. Айбар кеше осы құрылысты сарай деп атағанда сарайын естеп таңырқап қалған. Енді бұл сарай ағаш патшалығының сарайы екен ғой деп топшылап тұр. Кіреберістің оң жағында жарық қосқыш бар екен. Қосып қалып еді, сарайдың іші нұрланды да кетті. Жан-жақтан төгілген аппақ нұр сұр түстес, көз жанарына жұмсақ тиетін, сонша ешқандай қарықтырмайды. Сарайға шойын батареялар қойылып, жылу жүйесі де тартылыпты. Соның біріне жаңадан иіліп, екі басын қосақтап тастаған доға сүйеулі, сірә ұста таяуды ғана жасап,
кептіруге қойған болуы керек. Доғаның ағашы оқтаудай жұп-жұмыр теп-тегіс, төбесінен жалт-жұлт еткен әппақ шығыршық салбырап тұр. Анау бұрышта үлкенді-кішілі арба дөңгелектері де дап-дайын күйінде тізіліп қалыпты. «Ғайни» деген Айбардың даусы естілді. «Мен мұндамын». Сарайға кіргенде Айбардың екі езуі құлағында. «О, журналист қыз мына жаққа кіріп кетіпті ғой. Не деген ізденімпаз. Иә, өзің туралы жазбасыма қоймадың. Жақсы тақырып болды» деп Ғайни екі бетінің ұшына қан ойнап. «Мен сені мына ауылда қалай жалғызсырамай жүр десем, ермегің көп екен ғой. Сен мұны ермек деме, сен мұны еңбек де. Мен жалғызсырау, жалығу деген ұқпаймын. Тіпті танауыма су жетпей, етегіме сүрініп жүрмін. Кейбір істерді қатарынан тындырам. Мысалы, анау доға кеуіп қалғанша, мынау арбаның төсағашын жанып тастамақпын. Үйге жүр, дастархан дайын». Бұлар сарайдан шығып үйге қарай беттей бергенде алып арыстан орнынан тұрып, құйрығын бұлғаңдатып, арсалаң қақты да иесінің басынан бір-ақ секірді. Алдыңғы екі аяғын Айбардың екі иығына қойып, тік тұра қалғанда ерекше зорлығы тіптен білінеді екен. Иесіне әлдеқайда биік. Арыстан Айбардың бетінен жалап-жалап алды да денесін босатып алып, сілкініп алғанда желке жүндері жалбырап арыстаннан айнымай қалды.